Ертеде бір хан өмір сүріпті. Ол өте дана және әділ болған екен. Алайда ол да дұшпандықтан құтыла алмапты. Оған өлім тілеген құпия дұшпаны болған еді. Дана хан бұл туралы білгендіктен жанына сенімді күзет пен адал адамдарды жинайды. Белбеуіңді тарт. Мұқият болыңдар. Бір шыбында ұшып өтпейтін болсын. Анаңның ақылына құлақ сал, ол саған тек жақсылық тілейді. Ал маған не дейсің? Сен ашуланудан бұрын 3-ге дейін сана. Ал менше? Ол сен білім алуға тиіссің. Білім ал. Ол не қылған адам? Оның жанына неге адамдар жиналып алған? Бұл ел кезіп жүрген дивана. Ол өзін даналық саудагерімін деп атайды, хан ием. Оны маған шақыр. Жүзін анықтап көрейін. Қане? Құп. Саған не керек? Сен неге басқалар секілді маған бас иіп, амандық тілемейсің? Сарбаздарың мені мұнда саған саулық тілеуім үшін алып келді ме, сонда қалауыңды айт. Естуімше ақыл кеңес сатады екенсің ғой. Сатуға да жететін болса, даналығың жетіп артылады деп есептейсің ғой, шамасы. Есту мен тыңдау екі бөлек. Түсіну мен соны ор. Адамдар ақыл кеңес үшін ақ төлесе, онда жақсырақ ұғынады. Байқаймын, расында дана адам екенсің. Сенен бір ақыл кеңес сатып алсам деймін. Ал, ақылым үшін ат басындай алтын бересің. Келісесің бе? Неге сонша қымбат? Кедейлерге ақыл кеңесіңді әлде қайда арзан сатасың ғой. Адамдардың бәрі әртүрлі. Кедей мен ханға айтылған ақыл Сұраған алтыныңды аласың. Ақылыңды айта бер. сақ бол. Бар айтарың осы ма? Иә. Бұл сөздерді сарайымның әр қабырғасына жазып қоюға бұйрық беремін. Сонда сенсіз де білетін ақыл үшін менен мұнша көп ақыл алғаныңды ешқашан ұмытпайтын боламын. Мынаған уәделі алтынын беріңдер, содан соң өз жөнімен кетсін. Келесі күні сарайдың барлық қабырғаларына сақ бол деген жазу жазылды. Өмір бойы өзімді ақылдымын деп санаушым, енді міне кәдімгі алаяқ қалдым. Сақал мұртым өсіп кетіпті ғой. Шаштаразды шақырыңдар, сақалымды алғызайын. Қане, шақырыңдар. Қазір ханның жанда ұстарамен жұмыс істеуіме тура келетінін біле тұра, сендер менен қару іздеп жатырсыңдар ма? Солай ма? Ұстараңның қандай екенін көрсет. Қане? Тамаша, құрыштан жасалған кәдімгі ұстара. Ханның сақал мұртын тек алтын ұстарамен алу керектігін білмейтін бен? Осында күт, алтын ұстараны әкеліп берейін саған. Жақсы, күтейін. Сақ бол. Сақ
Бол... Міне, ұста, ханның сақалын тек осы алтын ұстарамен алатын бол, ұқтың ба? Жақсы, солай істеймін. Әлгі шаштар азғайда алып келсеңдерші. Сақалымды алып берші. Енді шалға ұқсағым келмейді. Қазір құралдарымды қойып алайын. Не істеп кеттің, тезірек алсаңшы, не қып тұрсың? Қазір. Әлі, енді мен ақымақтық істесем, ол данышпан қарияның жаңсақтық емес, жас азаматтың кешірілетін қатесі болып саналады. Саған алтын ұстараның не керегі бар? Бұл ұстара менікі емес. Маға мұна уәзірің берді. Ол сақалыңды дәл осы алтын ұстарамен алуға тиіс екенімді айт. Онда сен неге менің сақалымды кәдімгі ұстарамен алдың? Себебі, мен мұндағы әр қабырғада сақ бол деп жазылған жазуды кездейсоқ оқып қалдым. Сөйтіп, ойлана келе өзімнің сенімді құралымды пайдалануға бел болдым. Неге жетектеп әкеле жатырсыңдар? Оның келгісі келмей қашуға әрекеттенді, сол үшін күштеп әкелуімізге тура келді. Соншама неден қорықтың, сенімді? Амал не шындықты айтуға тура келеді. Саған өлім тілейтін құпия жауың менмін. Бұл ұстараға у жағылған. Жоспарым тек кездейсоқтықтың салдарынан орындалмады. Бах, мына қабырғалардың бәрінде қандай дана сөздер жазылған. Ханның сақал мұртын у жағылған ұстарамен алсам не болатынын ойлауды қорқынышты. Жіберіңдер! Қайда бара жатырсыңдар? Қазір мен сендерді... Дервиш раздает советы. Диуана кеңес беріп жүр. Позови его ко мне. Оны маған шақыр. Дай мне совет. Маған бір кеңес берші. Будь осторожен. Сақ бол. Позвать Бродобрея. Кто дал тебе бритву? Ұстараны саған кім берді? Визирь. Уәзір берді. Позвать визиря. Уәзірді шақырыңдар. Почему ты хотел сбежать? Неге қашайын дедің? Бритва отравлена. Ұстараға у жағылған. Дервиш был прав. Диуана дұрыс айтыпты.